Assalamu alaikum musulmon bir tuğanlar. Sizler benim Bazar Haber kanalı. Bugün biz Özbekistan Andijan oblusu Xanabat şahrında tuğanlar. Xanabat şahrında Xantaq degen жеринде эс алуучу жай ошол жакка баратабыз. Өзбекстанда эң көздү кубандыратын нерсе бул жол экен да. Жолу өтө тегиз ушундай эң чеке жер болсо бул Xanabat. Ол жер санатория екен туғандар, Өзбекстандағы ең жақсы санаториялардан дейді. Швейцариялардан бірі. Өзбекстанның Швейцариясынан бері екен туғандар. Ең чырайлы жайлар бірге алды. Мына туғандар. Тартыптағанда көрсетеміз. Мына туғандар. Зор қылып қойып тұр бірақ бұл жерлерді. Өзбекстанның президенті Мирзияев өзі келген дейді бұл жерге. Нар жақта болса біздің Жалабат шары көрініп тұрады бұл жақтан. Мұны Жалабат территориясында жашағандар көбілсе керек бұл жерде. Мұндай арқалар қылып. Шул жер негізі мұрда келген, мұрда келгенде бұл жерде мұндай тақырлы жоқ болчу. Жоқтан бар қылып жасашып тұр мұны. Есала тұрған жер қалып. Бізде де Қырғызстанда өте көп природа немелері. Бірақ қылған адам жоқ. Мына туғанда. Күн шықпай бүгін погода. Тұманды ойрақ болды. Шол жақ Жалабат біздің. Мұндағы дача қылып қойып тұр. Шол жерде дачалардың жерлерін бекерге өргендей бай елдерге. Бекерге беріп тұр, чтобы елдер құрып, мынандай дача қылсын деп. Мынандай қылып дача құрып тұр. Действительно, бірақ өте сұлу қылып қойып тұр. Мындай қылып. Туристер шақырып жатыр. Эми туристер келіп баштайды дейді, өз ес алған больницаларында жақшына қылып, ол жақты үйлерді құрып, мынандай қылып бар жоқты. Условияны қылып тұр, өзбек туғандар. Молодец. Туғандар. Xanabat дейді. Жоқтан бар қылып жаратып қойып тұр, шындай дачалар. Мұндай дачалар құрышып. Ол жақтарға да санаториялар құрып. Үй жақтан бізден Жалабат шары көрініп тұрады. Бірақ тұман болды, таз жақсы көрінбейді. Нар жақ Жалабат алысырақтан көрініп тұрады. Қанша болды бұл жері құрғанға? Дача деп қойған. Жерлерді бекерге беріп, құрдыртқызып, жерлерді іштетіп жатады екен. Гостеприимный немелер екен, месталар. Мындай бар екен каруселі. Өзбекстан. Жоқтан бар қылыштар бізде де Қырғызстанда. Олар емені егіп, бұл жерге бақтарақты егіп жасашып жатады екен. Бізде өз даяры бар бірақ. Қырғыз елін барлығы жақсы өледі. Даярында пайдаланылып айтабыз. Негізі. Осына шығабыз деп тұрабыз азыр. Өзбек туғандар мынандай қылып, арды жаққа мынандай чайханалар құрып салыптыр. Исала тұрған жерде мындай қылып. Елдер шыға береді екен. Исалғаны. Аз бүгін 13 март. Ертең жазда бар жоқ жашылданып қалған мағалда. Өте сұлу болып қалады екен. Бұндай часы санаториясына баратабыз. Ондай қылып арчаларды егіп зор қылып қойыптыр. 2018 жылдан құрылы баштаған дейді, жыл жерлер. Дағында құрылып атады. Негізі жолдар жақсы шығып тұр, тегіз қылып.
Mına tuğanlar şu Özbekistan Xanavat şaharında sanatoriya ekan, o жаңы kuruldu ekan mına. Arçalar. Ayaktan aşağı, kenar. Bundan da arçalar çoğaysa son yer болып kalады ekan. Mına Xanavat şaharında sanatoriya ekan, жаңы зданиялар. 5 yıldızlı. 5 yıldızlı deydi. Az kelip көрөбүз иштерин. Тугандар. Bizden bolup like'lar basıp durgula. Özbek tuğanlar жоқтан бар кылып жасашыптыр. Бұл жерлерге. Sanatoriya içine kirip сурап кетебиz. Канча сом, кандай дем алыш. Мына корпуса кабылхана дейт. Корпус bu davalash binası deyt tuğanlar. Sport majmuası, sport emesler var ekan kompleks. Nah. Tuğanlar. Baratağız Eslatran жағына. Просто офигеть. Айтқанындай болса да нормально бар екен. Швейцария дейді ғой. Ол bir корпусында туғандар мындай кабыл ала турган экен, но уштагы да эс ала турган жер, һәм бул жагы спорт зал экен, ошондой түшүнүшүм боюнча. Бул жерде азыр фонтандар болуп, жазга көгөрүп калат экен. Мына тугандар. Бул жактан кирет экен, кирип тартабыз, буерде иштеринде. Бул жерлерге келдик атайын. Ошол досубуз чакырды. İçkin. Geldi tuğanlar. Bugün Vaskirsen'e olup kaptır күнгө. Vaskirsen'e deyt. Ertеге kelingizler deyt. Böylesi anda bir rolik kılıp tartabız azından sırtların. Sırtık kelbetlerini. Bundan doyun verdi bir o. Bundan kağızlarını. Geççi. Bu bırak sonra koytu ne diye salam deyip geletin adamlar bolsa mına tuğanlar. Bunday. Futbolun stadionları var ekan, basketbolun, voleyboldu. Жақынырақ барып тартабыз. Мына туғандар. Бар жоғы жаңа құрылған дейт. Шындай екен туғандар. Мындай деп жазып қойып тұр. Xanavат, Shitko, не деген білбейм. Өзбек туғандар осы комментарий жазып қойыңlar туғандар. Қандай жай екенін. Şunday sanatoriyası, nağına жақтан тартып көрсөтөбүз. Нашыл жер екен, ол кабыл алуучу жер екен. Офис екен шул здание. Мындан кийин мына корпустар бөлүнүп кеткен, корпус А, корпус Б болуп тугандар. Биринде бассейн, спорт зал бар, биринде массажный, экинчисинде баня, сана типа ошондой нерселер екен. Ол жағынан есе шағын көрсең болады, азы білбеймін, тартып көрөбүз. Погода. Жото бүгүн нетораак погода болот. Мындай кылып жасашып коюптур. Мындайчасы ошол шаарга. Xanavатты хакимият. Эми ошол жакта шаар экен, мындайчасы айланып чыгып келе берет экен да. Чоң зданиялар менчи. Ушундай жайлар экен. Негизи бул жерде ошол жакта арт жакта жана видеонун башын тартканда дачалар бар екен, дачаларды жаңағында бай сайымы девестен любой адамға береді екен, бесплатный берді екен, чтобы дача құру адамдар жерді мындай өздөштүрүш үчүн элдер куруп кылып коюптур, бирок көргөнүңөрдөй. Бизге мындай кагаз берип, колубузга ушундай таанышып чыксаң болот дейт. Мына кагазымда картаны карасаңар туугандар, мына Xanavат деп турат. Ал жагы сузак Жалабат тилде алды. Şunday yerler tuğanlar. Bilmem negizi. Бұл жерлер мурда элдер айтып калат, бұл жерде жашаган элдер. Кыргыздар негизи көп жашайт экен. Эмели деп бұл жерлер Кыргызстан жерлери болгон деп айтып калат. Бирок билбейм, ал факт жок. Бирок ошентип айтып калышат.
Tuğanlar şu kadar dost bolayım болады. Şul jerde işleydi eken şunday. Git kılıp koşup beredi eken tuğanlar. Alıp jiredi eken. Buna parkovkası tuğanlar. Buna Kırgızstandan da salgany keletken adamlar. Kırgızstan nomerde geldik sizde turat. Buna tuğanlar. Kırgızstan nomerde. Buna müşkan geçipmiş. Buna tuğanlar. Kanabat şahar mı? Jolu da bulardan dedi. Közde aldı biroq. Özbekistan eng çekeceri de oldu, chet yer ha. Rayondan bir şarça. Jollarında arkalar kılıp barca onu sona alıp koyuptur. Biroq bardyk maşina hop. Şu gitibizde aytıp ketadi, bar maşinalar ak deydi. Adamlar eng roziligi deydi, bu eng katta natija deydi. Tuğanlar mına.